Так, отырайық. Так, 11 бүгін бізде сын сағаты, тәрбие сағаты. Бүгінгі біздің тақырып сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ. Жалпы жемқорлық дегенді қалай түсінеміз? Жемқорлық деген кезде ойымызға бірден не келеді? Коррупция, яғни орысша нұсқасы коррупция дейді, иә, тағы да пара беру, пара алу, тағы бір бәле ұсыну, яғни өзіңнің қызметіңді асыра сілтеп пайдалану, иә, өз мақсатыңды. Қалай дейді? Тез арада шешу мәселеңді. Ал жемқорлық дегенде қандай ойыңызға бірден қандай сөздер келеді, немесе не келеді? Ақша беру. Ақшалай беру. Жылқы, сиыр атап жататындар да бар, иә? Тағы да. Қандай сөздер білеміз жемқорлыққа қатысты? Қазақпыз ғой деген, иә. Қазақпыз ғой деген бір сөзбен бізде шешіліп жатады, көп жатты. Тағы да. Өзіміз ғой, тағы да. Я, сен анасының баласы емессің ба, сен сәкеңнің баласы емессің ба, бәкеңнің баласы емессің ба? Бізде не жемқорлықта бәке сәке дегендер көп, иә? Жалпы параға сатып алу, пара ретінде, яғни коррупция деген латын сөзінен шыққан екен. Рет құқығында коррумпир түсінік болған. Ол сындыру, бүлдіру, бұзу, зақымдау, жалғандау, параға сатып алу, құқыққа қарсы іс-әрекетті білдірген екен. Жалпы бұның мағынасы сындыру, бүлдіру, бұзу екен, иә? Қазақстан Республикасының 37-ші мемлекеттік қабылдаған конвенцияға қосыла отырып, 98 жылы 2 шілдеде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заң қабылданған екен. Естеріңізде болсын. Қазақстанда сондай-ақ сыбайлас жемқорлық үшін қылмыстық, тәртіптік, әкімшілік жауапкершілікті реттейтін арнайы нормативтік құқықтық актілерді қабылданды. Оларға мемлекеттік қызмет туралы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңдар жатады. Жалпы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресетін ұйым бар ма бізде? Комитет бар. Арнайы комитет құрылған, иә, антикор. Жалпы қалай ойлайсыздар, жемқорлық қай кезден бастап пайда болды? Ойымызды айтайықшы жай, білмесек те. Атам заманынан, яғни жер пайда болған дәуірден бастап. Билік, яғни билік, әркім өз алдына мемлекет болып жеке құрыла бастаған кезден бастап. Үшінші айтайықшы, тағы не? Не ойлайсыз? Қай жылдан бастап бар деп ойлайсыз жемқорлық? Қай ғасырдан бастап? Рамазан? 2007, тура нақты бір жылда айтып берді. Жарайды, Рамазаның бойынша 2007 жылдан бастап оған дейін мүлде болмады деп ойлайсыз, жалпы әлем бойынша болмады деп ойлайсыздар ма? Әлемде жемқорлық жасамайтын ел бар ма? Бар. Қай ел бар? Жапонияда бар. Жапония. Корея, Япония. Яғни Чайна, яғни Қытай. Қытай ма? Қытай елде. Иә, ол жақта заң қаттырап, иә? Жарайды, енді қызықты мәлімет. Жемқорлық біздің заманымыздан бұрын 4-3 мыңжылдықтарда алдыңғы Азияда, шумерліктерде біздің заманымыздан бұрын 3-2 мыңжылдықтардан Мысыр, өзен аралығы, Үндістан, Қытай, иудей халықтарына паралық түсінігі болған екен. Карфаген, Рим империясы, Византия, Осман империясы секілді өз заманының құдіретті мемлекеттердің ыдырап жойылып кетуінің ең басты себептерінің басты бір себеп осы сыбайлас жемқорлық болған екен. Өкінішке орай, барлық әлем елдері сияқты сыбайлас жемқорлық Қазақстан Республикасында айналып өткен жоқ. Қылмыстың бұл түрдің біздің қоғамымыздың да барлық саласына тамыр жайып кеткен жасырын емес. Ең қауіптісі ол білім беру, медицина сияқты ізгілікті діттеген салалардан бастап, құқық қорғау органдарына дейін бой көрсетіп жүрген. Шындық қоя, біздің қазіргі әрбір саламызда жемқорлық бар. Тіпті жол жүрген кезде де біздің алдымызда плотно тамыр жайып кетті. Жарайды. Енді бір бейнебаянға назар аударайықшы. Сіздерге арнайы бір бейнебаян тауып қойдым, және сол бейнебаянды дұрыстап қарайық, соңына мен сіздердің пікірлеріңізді сұраймын. Яғни жаңа айтып жатқан пара беру туралы, иә? Пара алу.
бағанағы мұғалімі, ең басында параға келісіп бағасын қойып берген. Өзінің алдынан шығып тұр, қандай ой түйдік? Парамен келісті, өзінің, бірақ ақыр соңында ол дәрігер болғанымен де сол жаңағы мұғалімді, яғни сол ақыры сол мұғалімнің өзінің кесірі өзіне тиге паралған. Жалпы жемқорлық бұл қоғам дерті, оның дертінің емі, онымен күрес, Жалпы осы жемқорлықтың қандай зардаптары бар деп ойлайсыздар? Күнә дейді. Сауатсыздық қалып келеді. Өзің алдыңа келеді. Өзіңнің алдыңа бумеранг болып келеді. Ақшам белгісі болмайды. Жаңа бейнебаянда көргенде біреудің өмірін қиып жүрді, осы параның кесірінен. Қайдағы бір лас ақшаның кесірінен. Тағы да, жаңағы айттық қой, пара алу, пара беру бұл ертеден басталған, тіпті кейбір мемлекеттер сол пара беру, пара алудың кесірінен бөліп кеткен, жойылып кеткен мемлекеттер де бар, Бұның зардаптары негізі өте көп. Жалпы айтып өткендей, қоғамның бақытты болашағын тежейді, елдің халықаралық беделін көлеңке түсіреді, жұртшылықтың заң мен әділдікке, билікке деген сеніміне сызат түсіреді. Енді сіздерге бір жағдай айтып берейін. Азамат есімді Абай Мырзахметов атындағы университеттің 4-ші курс студенті оқу жылы аяқталуда, алда 8 пәннен мемлекеттік емтихан тапсыру қажет. Оның ата-анасы оқу үлгерімінің нашар екенінен хабарсыз баласының жоғарғы оқу орнын аяқтап, диплом алып, болашақта үлкен маман иесі болатынына сенімді. Үлкен үміт күтеді. Ол емтиханнан 2 рет құлағаннан кейін университетінің бірнеше оқытушысының әрқайсысына 30 мың теңгеден пара береді. Қалай ойлайсыздар, азаматтың әрекеті дұрыс па, бұрыс па? Дұрыс студенттерге 30 мың теңге берді. Жалпы біз сондай жағдаймен соқтығыстық бар. Пара алатын адамдармен. Ондай әлі болған жоқ өмірлеріңізде? Болды? Қалай болды? Әлі күнге шейін болып келе жатыр. Сіздер беріп көрдіңіздер ме? Шыныңызды айтайықшы. Берген ме дейді? Ілияс, берген ақты. Гаиліға ма? Без права ұсталғанды болады әнші? 100 мың қалады. Сіз біреуді қақып кетесіз? Жоқ, мысалға, сақтықтар құрылғы. Мен емес ұсталған, қасында досым болды. Екеуміз есетті. Сіз солыңызбен біреудің өмірін күймейсіз. Сіз солай өзіңіздің өміріңізді білдіресіз. Білесіз бе? Түрмеге тоғытыласыз. Так, үшінші сұрақ. Азамат біреуге пара берген үшін жауапқа тартуға бола ма? Әрине болады, Оныкі дұрыс емес өткені. Жалпы егер өмірде бәрін ақшамен шешер болсақ, онда бізде соттың қандай көмегі қажет емес. Қорытындылайықшы. Біз енді балалар осындай егеменді тыныш өмірде елде өмір сүріп жатырмыз, құдайға шүкір. Білдей бір Қазақстан Республикасының азаматшыларымыз. Енді бізде жоқ демейміз, бар енді жемқорлық, сыбайлас жемқорлық деген. Біз әлі де онымен күресіп жатырмыз. Енді әрқашанда осы адамдық жақсы қасиеттерді сақтап, мақсатты нәтижелерге жетуіміз үшін осы өз мүмкіндіктерімізді барынша пайдалануға тырысайық. Пара алу, пара беру деген ол жақсылыққа апармайды ешқашан. Мейлі сізден сұраса да, бер деп тұрса да ондай алғанмаңыздар. Мен сіздерге айтар ақым, оданша адам өз еңбегімен, өз күшімен жеткен артықтай. Бізде басты мақсатым сол жемқорлыққа қатысты барынша мағлұматты беру, сіздерді сол жемқорлықтан аулақ болуыңызды сұрау ғой. Өмірді әділетті, адал түрде өмір сүрейік. Өмір өзі қысқа. Сол өмірді әділетті, адал түрде өмір сүрейік. Көп рахмет. Тәрбие сағатымыз аяқталды.